Қайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін шоколадты чизкейк дайындайтын боламыз. Ең алдымен шоколадымызға шамалы сливки құйып, микроволновкамызда толығымен ерітіп алатын боламыз. Келесі кезекте творожный сырымызға какаомызды, крахмалымызды қосып, бір келкі болғанға дейін араластырып, кейін 3 жұмыртқамызды жеке-жеке салып, толықтай араластыратын боламыз. Қыздар, миксер қолдансаңыздар да болады. Негізінде жұмыртқа араласпай жатса қорықпаңыздар, ол міндетті түрде толықтай араласатын болады. Ең бастысы чизкейгіміз піскеннен кейін 2-3 сағат суытуға қойғаннан кейін барып формадан шешетін боламыз. Жұмыртқамыз толықтай араласқаннан кейін қантымызды және сливкимізді қосып, қайтадан толықтай бір келкі болғанға дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осы кезекте басындағы еріткен шоколадымызды толықтай қосып араластырып алатын боламыз. Неге бізде осындай бір келкі масса дайын болады, келесі кезекте формамызға қойып, пешімізде 180 градуста 40-35 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей чизкейгіміз дайын болды. Толықтай суығаннан кейін формадан шешіп алып, осылай әсемдейтін боламыз. Барлықтарыңызға дайындауға кеңес беремін. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ас болсын.